Сәлем достар, қош келдіңіздер каналыма. Бүгін сіздермен өте тойымды әрі дастарханыңыздың сәнін келтіретін краб таяқшаларымен жасалатын салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып кетіңіздер. Ол үшін бізге қияр, краб таяқшалары, жұмыртқа, піскен күріш, жүгері, майонез, укроп керек болады. Ең алдымен қиярымызды, краб таяқшаларымызды, жұмыртқамызды кубиктап турап алып, ыдысымызға шет-шетінен салып отырамыз. Турап болған қоспаларымызға укропты, піскен күрішті, жүгеріні, майонезді салып, дәміне қарай тұз қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Үйде жасап көріңіздер. Дастарханның сәнін келтіреді және өте тойымды салат. Салатымызды ыдысымызға салып, өз қалауларыңыз бойынша әрлейсіздер. Мен паприка және үстіне укроп қолдандым. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Үйде жасап көріңіздер, ас болсын.